Үй жағдайында ірімшікті қалай дайындауға болады, сол жайында көрсететін болады. Видеоны соңына шейін қараңыз. Ірімшік ұнаса, тіркеліп лайк басып кетуді ұмытпаңыз. Бізге творог дайындауға 3 литр сүт, 1 литр айран. Творог дайындауға осы 2 ғана ингредиент керек болады. Яғни 1,5 литрге жарты литр айран, 3 литрге 1 литр айран керек. Сүтті қатты отқа осылай қойып аламыз. Қайнау деңгейіне жеткізбей осылай қоямыз. Міндетті түрде бақылап отырыңыз, сүтіңіз пісіп кетпеуі қажет. Міне осылай сүтті қатты отта қойдық. Міне осылай қайнайын деп тұр. Енді айранымызды қоса берсек болады. Осылай біртіндеп кезек-кезектен бөліп қосқаныңыз дұрыс болады. Міне осылай қосып алдым. Табиғиға еш нәрсе жетпейді ғой шіркін. Мына уже сүтіміз іріп жатыр. Байқасаңыздар, іріген ірімшіктер пайда болып жатыр. Егер жұмсақ ірімшік қаласаңыздар, көп қайнатпайсыздар. Бір қайнатасыздар да сүзіп аласыздар. Ал егер қатырақ ірімшік қаласаңыздар, бір 2-3 минуттай қайнатып сүзіп аласыздар. Маған кішкене қаттылау ірімшік керек болды, сол үшін 2-3 минут қайнатып алдым. Міне қайнады. Енді осы ірімшігімізді сүзіп аламыз. Міне осындай болады. Табиғи, таза өнім. Ауылда тұрсаң осындай бір жақсы жері осындай. Көп нәрсені қолдан жасап алуға болады. Міне енді біз ірімшігімізді сүзіп аламыз. Менде осындай зат бар еді. Ручкасы түсіп қалған. Соған сүзіп аламын. Марлы немесе керек емес орамал, әйтеуір таза сүзіп алуға ыңғайлы материал болса болғаны. Мен енді осылай ірімшігімізді сүзіп құйып аламыз. Ірімшікті салып құйып аламыз. Ал сары су да өте пайдалы, ол да бір қажетіңізге жарайды. Табиғи таза өнімге ештеңе жетпейді ғой негізі. Міне осылай сүзіп алдық. Енді ірімшігіміздің бетін жауып, үстінен қатты затпен бастырып қоямыз. Менде қатты зат болмағанда 2 литрлік банкіге су құйып бастырып қоя салдым. Бір 15 минуттай бастырып қойсаңыздар, суы сарылғанша. Сонымен ірімшігіміз дайын болады. Ал енді сары суымызды неге пайдалануға болады? Сары суында өте витаминдерге бай екені бірі білсе, бірі білмес. Енді бұл қыздарға косметика ретінде де қолданса болады. Тоник ретінде. Міне ірімшігіміз дайын.